Каспий кезекке кіреміз. Одан кейін жоғары жақтағы үш нені басамыз. Үш сызық тұр ғой, соны басамыз. Сол кезде платежи. Бізге осының ішінде платежиді таңдаймыз. Все дегенді басамыз. Осының ішінен штрафы и платежи в бюджет дегенді таңдаймыз. Оның ішіне платежи для ИП. Одан кейін сізге егер ОПВ-ның обязательные пенсионные взносы пенясын төлеу керек болса, обязательные пенсионные взносы таңдаймыз. Міне шықты. Енді жоғарғы жағында обязательные пенсионные взносы и мынандай птичка тұр ғой. Осыны жылжытамыз. Сол кезде астынан пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов деген шығады. Осыны таңдаймыз. Міне сондай жоғары жағы бізде өзгерді. Пеня за несвоевременное перечисление деп. Период оплаты жасасыз. Қай айға сізге пеня жүрген, соны сол айды көрсетесіз мына жерден. Мысалы, май болса май, апрель болса апрель деп. Окей дейсіз. Өз егер иініңізді тересіз. Иін работника өзіңіздікі болса, өзіңіздікін тересіз. Одан кейін қанша пеня? Пеня Каспий кезетте 100 теңгеден жоғары қарай ғана қабылдайды. 5 теңге, 10 теңге, 50 теңге деген болмайды. Егер қарызыңыз 5 теңге болғанның өзінде 100 теңге деп төлейсіз. Ештеңе қылмайды, артығымен төлей берсеңіз. Оны қайтарудың қажеті жоқ. Пеня болған жағдайда. Вот осылай төлей саласыз.